Arkadaşlar, bugün biz mындай желпілдеткішке tutorial жасаймыз. Кеттік. В общем, бізге алдымен мындай парақ керек. И соны мындай любой цветке ойлайсыздар, любой форма істейсіздер да. И мына шетіне бүйтіп істейсіздер. И бүйтіп істейсіздер. Қараңыздар. И сосын мына артына бүйтіп істейсіздер. Міне түсінікті қойыңызшы. Мынау ақта, ақ парақ. И соған мына ең шетіне аласыздар да бүйтіп бүктейсіздер. Өстіп до конца мынау парақ бір парақ біткенше дейін толтырып шығамыз. Біздің сыныпымызда конверт қойылмаған, сондықтан желпілдетіп отыратын нәрсе керек. Сондықтан дәптер емес енді. Дәптер емес, бұл жолы басқаша қылып істейін деген. Егер сіздерде үйлеріңізде ақ парақ болса, ақ парақпен істей бергендеріңізге болады. И сосын ең соңына келген кезде мына жерде артық нәрселер қалып қоймай ма? Соны барасыздар да бүйтіп қырқа саласыздар. Болды, дайын. Мына шеттегі мән бермейміз. Скотчтап қоямыз. Тұра берсін. Үстімізді бүйтіп желпілдейтін болады. И әлі бұған көп. Қазір тағы да бір парақ алайық. Достар, мен уже екеу жасап қойдым. Бүгін бізде корейский стиль. Достар, мынаның қызыл клеткаларын қиып тастадым. Енді қазір мынаны конверт қиып тастайық. Енді мынаның бір бөлшегін мынаны бүйтіп бірінші тартып алайық. И мына екеуінің бір бөлшегін бүйтіп жабыстырамыз. И бүйтіп жиналады. Біз японский или корейский түрінде істейміз. Кеттік. Достар, в общем, мен екі шетін скотчтап алдым. И сіздерге клей керек па, клеймен істейсіздер ме, өздеріңіз біліңіз. Енді мына екі шетіне, в общем, не жабыстырамыз қазір. Тағы да бір нәрсе. Достар, бізде мынандай шықты, мына жасыл табыстадым да. И астына мынандай істейтін шетінен, в общем, мына шетін мынандай болу керек қой. И бізге қазір мына сақина жасау керек. Қандай сақинада ойлайсыздар? Мына шетке бүйтіп домалақ қылып қойсын. Ой, мына жынды ба. Қазір мына шетін скотчтаймыз. Қараңыздар енді. Осыны ашқан кезде мынандай болып шығу керек қой. Бони. Желпілдетіп отырасыңдар. Дәптерден қарағанда мынада сосын мынаны істейтінді. И қазір И мынаған қазір сақинаны істейміз керек. Достар, всем пока. Осымен мен жасадым. Сақина шықпайды екен. Всем пока. Менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер комментарий ашық болса, жазуды ұмытпаңыздар, достар.